Қазақстан үкіметі, ұлттық банк және қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бірлесіп, президент тапсырмаларын орындаудың 2026-2028 жылдарға арналған 3 жылдық бағдарламасын әзірледі. Бағдарлама макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған. Бағдарламаның басты мақсаты экономика өсімін арттыру, инфляцияны төмендету, теңгерімді тарифтік саясат жүргізіп, инвестициялық климатты жақсарту, жұмыс орындарын арттыру. Үкімет басшысы Олжас Бектенов негізгі мақсаттарды атап өтті. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында үкіметке ұлттық банк пен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен бірге бірлескен іс-қимыл бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Бағдарламаның негізгі мақсаттары экономиканың жыл сайынғы өсімін кемінде 5%-ға және халықтың нақты табысын орта есеппен 2-3%-ға арттыру. Биыл Қазақстан экономикасы тұрақты сапалы өсім көрсетіп отыр. Осы жылдың 10 айының қорытындысы бойынша экономиканың өсуі 6,4%-ды құрады. Нақты сектордағы өсу қарқыны 8,2%-ды құрады. Ал қызмет көрсету өндірісі 5,3%-ға өсті. Азық-түлік бағасын тұрақтандыруға ерекше көңіл бөлінуде. Ауыл шаруашылығы, сауда және өнеркәсіп министрліктері отандық өнім көлемін арттырады. Тұрақтандыру қорларын және субсидияларды белсенді пайдаланады. Импортқа тәуелді өнімдердің өндірісі артады. Бағаны бақылау және тұрақтандыру шаралары күшейеді. Бірлескен бағдарлама экономиканы цифрландыру, жасанды интеллект және технологиялық прогресті дамыту, инвестициялық саясатты жетілдіру арқылы жалпы ішкі өнім өсуі мен халық табысын арттыруға бағытталған. Еңбек өнімділігін арттыру негізгі фактор. 2001-2024 жылдары өндіріс тиімділігі экономикалық өсімнің басты қозғаушы күші болды. 2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша экономиканы несиелеу 14,6%-ға өсіп, 38,7 триллион теңгеге жетті. Шағын және орта бизнеске кредиттер портфелі 44%-ға, ірі бизнес 36%, дара кәсіпкерлер 20%-ды құрады. Инфляцияны төмендету шаралары жіті назарда. Сондай-ақ мемлекет басшысы биылғы жолдауда инвестиция тарту мәселесіне арнайы тоқталды. Экономика өсімін арттыруда бұл мәселе аса маңызды. Инвестиция тарту орталық атқарушы органдардың ғана міндеті емес. Осы маңызды жұмысқа жергілікті билік те атсалысып, бәрі жұмыла жұмыс істеуге тиіс. Әкімдердің аймақтағы инвестициялық ахуалға тікелей жауапкершілігін белгілеу керек. Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі аймақтардың инвестициялық тартымдылық индексін енгізуге тиіс. Мүмкін бұл жұмысқа тәуелсіз сарапшыларды тартқан жөн болар. 2026-2028 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл бағдарламасы экономикалық өсім мен халық әл-ауқатын арттырудың кепілі. Инфляция төмендейді, азық-түлік бағасы тұрақтанады, жұмыс орындар көбейеді. Сенімді және тұрақты экономика әрбір қазақстандықтың өмір сапасын жақсартады.